Бұл өмірдің мәні сенің оған деген көзқарасыңда. Баяғы бір заманда бір кісі өмірдің мақсатын түсінгісі келіпті. Ол әр ойлайды, бер ойлайды. Бірақ санасын торлаған сауалға жауап таба алмайды. Енді бұл сұрақты көрген білген адамдарынан сұрастыра бастайды. Бірақ оған ешкім де тұшымды жауап қайтара алмайды. Ол ауылдарды, көрші қалаларды да аралайды. Маған бұл өмірдің мақсатын айтып беріңіздерші деп сұрастыра береді. Қанша жақсы болса да, алынған жауаптар бұл кісіні қанағаттандыра алмайды. Бұның жауабы жоқ екен ғой деп, күдері үзілетін шаққа жетеді. Сол мезетте алдынан бір адам кесігіп, сонау таудың арғы жағында көп жасаған қария бар. Содан сұрап көрші, бұл сұрақтың жауабын білсе, сол қария біледі деп жөн сілтеп жібереді. Айтқан жерге жетіп әлгі қартқа арнайы келген сауалын тастайды. Сонда ақсақал: шырағым, бұл сұрағыңа жауап беремін. Бірақ алдымен сені кішігірім бір сынақтан өткізуім керек. Соған көнесің ба? Деп сұрақ қояды. Ойбай-ау, әрине көнемін. Сол үшін ел кезіп, жер кезіп жүрген жоқпын ба? Айтыңыз сынағыңызды, дейді жолаушы. Қария бұл кісінің қолына бір қасық ұстатады. Сөйтеді де оның бетіне дейін шелпілдетіп, зәйтін майын құйып береді. Енді сен осыны ұстап, мына бақшаны бір айналып келесің. Бірақ байқа, қасықтан бір тамшы май төгіліп кетсе, сынақтан құлағаның деп ескертіп қояды. Жолаушы жақсы деп келседі де, бақшаны айналып кете барады. Біраз уақыттан соң қайта келеді. Я, қалай, майды төгіп алған жоқсың ба, дейді қария. Жоқ, бір тамшысын да төккенім жоқ деп жауап береді. Ал енді айтшы, бақшаның гүлдері әдемі мекен деп сұрайды. Атау, оны қайдан білейін? Менің есіл дертім мана қасықта болған жоқ па деп жауап береді. Ендеше бақшаны тағы бір айналып шықты. Енді маған бақшадан көргеніңді айтып бер, дейді. Жолаушы бір айналып қайта келеді. Бақша қалай екен, дейді қария. Әдемі екен ата, өте әдемі екен. Осы тұста данышпан қарт сәл ғана жымияды да. Бірақ қасықтағы майың не болды? Деп сұрайды. Қараса, бір тамшыда май қалмапты қасықта. Осы бір өмірлік сабақтан кейін ақсақал жолаушыға былай деп жауап береді. Қарағым, енді жақсылап тыңдап ал. Бұл өмірдің мәні сенің оған қарауыңа байланысты өзгере береді. Өмір бойы бірақ нәрсе көріп, қартайып қалғаныңды да байқамауың мүмкін. Сондай-ақ бұл дүниенің барлық ғажайыптарына таң қалып, жаратушының шеберлігіне таң қалып, ағып жатқан уақытыңа мән беруің де мүмкін. Біле білсең, бұл өмірдің мәні сенің оған деген көз қарасыңа жасырылып қойған, деп жауап беріпті данагөй қария. Бұл әңгімеден ұққаным, өмірге келген алтын уақытыңды пайдалы нәрсемен өткіз. Айналаңдағы жақсы нәрселерге жақсы көз қараспен қарап үйрен дегенді меңзегендей. Ал сіз қалай ойлайсыз, оқырман?